Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін нан салманың жасалу жолымен бөлісемін, яғни өзімнің құпияммен бөлісетін боламын. Достар, арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Бізге енді кезекте қажет болады қуыру үшін пиязымыз, картошкамыз, сәбізіміз, етіміз, томатымыз, қуыру үшін майымыз қажет болады. Қамырына ұнымыз, суымыз, тұзымыз, бір жұмыртқамыз қажет болады. Мен барлығында турап дайындап алдым. Ендігі кезекте қызып тұрған қазанымызда майымызды құйып, оның үстіне етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Достар, сіздерде барлық пиязыңыз, картошкаңыз, етіңіз, яғни барлығы жақсы қуырылатын болса, парливтеріңіз өте дәмді болып шығады. Мінекей үстіне пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып алыңыздар. Мен ешқандай приправа қолданбаймын. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұл жерде барлық құпия жақсылап қуырылуында. Жақсылап қуырып алыңыздар. Мінекей ендігі кезекте сәбізімізді салып, сәбізімізді де қуырып алатын боламыз. Оның үстінен картошкаларымызды салып, картошкамызды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Достар, мұнда менің инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама тіркеле кетіңіздер. Мінекей томатымызды салып, томатымызды да жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне тұзымызды салатын боламыз. Енді кезекте үстінен суымызды құйып, мінекей достар, бетінен шамалы ғана ысырсаңыздар жеткілікті. Қапағын жауып, шайотқа қойып қайнатамыз. Ендігі кезекте қамырымызды илейтін боламыз. Менде алдында самсада қалып кеткен жұмыртқам бар болатын. Сол жұмыртқамды қолдандым, ысырап болмасын деп. Мінекей тұзымызды, жұмыртқамызды, суымызды құйып, қатты қылмайсыздар, қатты жұмсақ та қылмайсыздар. Эластичный, жақсы қамыр дайындап аласыздар. Мінекей достар, қамырды әбден осылай илесеңіздер, арасы түйіршік болмай, жақсы жылтыр әдемі қамырымыз дайын болады. Осы қамырымызды пакетімізге салып тұндырып қоямыз. Мінекей, енді кезекті жаңағы тұнған қамырымызды осылай егіз бала шықты менде, осылай тақта пакетте тұндырып қоятын боламыз. Мінекей, жайлы өте әдемі болады. Қамыр жаюдың әдісін барлығыңыз білетін болғандықтан қамырды жайғанды түсірмедім. Мінекей менде жұқа қамыр, арнайы мата дастарханымның үстінде қамырымды кептіріп аламын. Дәл осылай кішкене кепкен қамырымыз суға түскенде бір-біріне жабыспайтын өте әдемі қамыр түсетін болады. Мінекей достар, дәл осылай бешбармақтың қамырындай кесіп аласыздар. Мұнда менде осылай тал-тал қылдым. Мен майда қылып пісірген жақсы көремін, майда қылып кескенді. Мінекей қараңыздар, бір-біріне жабыспайтын өте әдемі қамыр болды. Осы қамырларымызды су қайнатып аламыз. Қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, қамырларымызды салып пісіріп алатын боламыз. Достар, қамырларыңыз жабыспайды. Себебі мен мұнда кішкене қамырымды кептіріп алып кескендіктен жабыспай әдемі болып түседі. Мінекей менде қайнады. Суда да жабыспайды бір-біріне. Өте әдемі қамыр шығады. Мінекей достар, ендігі піскен қамырымызға үстіне мұздай суымызды құйып сүзіп аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырлар бір-біріне жабыспайды. Подлебін құйып осылай
дайындап аласыздар. Сіздер арнаға тіркеліп каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Сау болыңыздар.